Қайырлы таң, сұлулар. Мына заттар сіздерге жақсы таныс, тіпті трендке айналды десек те болады. Соңғы жылдары роллердің да гуашанды өте жақсы әсері бетке көп. Қазір мен оны сізге көрсетіп жіберейін. Массаж бастаудың алдында бетке біз май жағып аламыз. Май болмаса крем жағуға болады. Жақсы сырғанау керек бұл тас. бір айта кетерлігі, бетте қандай да бір дерматологиялық проблемалар болса, онда мүлде бұл тастарды қолданбаған жөн, одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Солай ғой. Дұрыс айтасыз, бірақ ол тас ушықтырмайды, жаңағы біз жаққан майымыз, не болмаса креміміз ушықтандырып жібереді. Бетімізді тазартып жуғаннан кейін таза қолымызбен май жағамыз бетке. Көп шылқылдатып жағудың керек жоқ. Мынау біздің орталығымыз болса, центріміз болса, біз центрден шетке қарай жағамыз. Яғни біз былай майды жақпаймыз. Тастан бастасақ болады, немесе роллердан бастасақ болады. Оның Айырмашылығы жоқ, көп, одан прям айырмашылығы жоқ. Біздің бетіміз тегіс емес қой, сүйектер бар, өзінің уголдары бар, бұрыштары бар. Сондайға тас жақсылап кіру үшін, формасын келтіру үшін жасалған бұл формула. Біз таспен орталықтан шетке қарай жақсылап массаждап аламыз. Яғни мына біреу орталық бізде кең, сондықтан біз бұның үлкен жағымен жасаймыз, кең жағымен жасаймыз. Ал кішкентай жақтары, мынандай кішкентай жерлерін біз мынандай кішкентай жақтармен бұрышымен, ұшымен былай жасасақ болады. Енді бізде мына жақта сүйегіміз бар ғой, сол скулаға былай жасасақ болады, мына изгиб жағымен, бұрыш жағымен. Не болмаса, егер ыңғайлы болса, былай жасасақ. Сонда біз сүйектің өзіне жасамаймыз, а сүйектің үстіндегі және астындағы бұлшықетке әсер етеміз. Және астындағы жақ бар ғой, сүйегі осы бұрышқа кіріп тұру керек. Егер де сізге былай ыңғайлы болмаса, біз былай жасаймыз. Осында бүйтіп мына жақтан алып, мына жаққа алып келген сұйықтықтың бәрін мына жаққа қарай бүйтіп түсіреміз. Сығып түсіреміз. Көзге жасаған кезде массажды, яғни біз былай жасамаймыз, іш жағынан сыртқа қарай алып келеміз. Мына жаққа дейін осы жерден былай қарай сығамыз. Енді маңдайға жасалатын массаж көбінесе ол былай жасалады. Роллердің кішкентай жағы және үлкен жағы бар, кішкентай жағын біз осындай нәзік, кішкентай зоналарға жасаймыз. Ал үлкен жағымен жаңағы үлкен бет расстояние дейміз ғой, арақашықтық. Центрден өстіп шетке қарай. Жаңағы гуашаның жүріп өткен жолын бір тыныштандыратын сияқты, Иә, дұрыс айтасыз. Масканы сыртынан жасаса өте жақсы әсерін тигізеді. Ары-бері былай етсек болады. Қас-қабақтың ортасындағы сызықты қаласақ болады. Былай істесек те болады. Ары-бері жүргізіп. Содан кейін шетке қарай осы сұйықтықтың бәрін алып келіп, мына жаққа жібереміз. Кез келген бетке арналған массаждың негізгі ережесі сол сияқты, шетке, сосын бұғанаға қарай түсіру керек. Дұрыс айтасыз. Осымен біздің массажымыз бітті. Былай қарасақ өте жақсы әсерін берді. Екі бетті салыстырыңыз деп. Салыстырған кезде мына жақ пен мына жақтың айырмашылығы бар, жақсылап қарасаңыздар. Жақсы. Ал сіздер екі бетке де жасаңыздар, біз әрине уақыт үнемдеу үшін, түсірілімнің тезірек аяқталу үшін бір бетке жасап көрсеттік. Сұлу қалпымызда амандықта жүздесейік.